Bir ауыз дана сөз бүкіл өмірді өзгертеді. Кейде адам өмірінде бір сәт болады бәрі тоқтап қалғандай, жол жабықтай көрінеді. Осындай кезде бір ғана дұрыс айтылған сөз адамның ойына жарық түсіріп, жүрегіне үміт сыйлайды. Бұл видео дәл сондай дана сөздерге арналған. Бұл жерде сіз тек жай сөздерді емес, өмірден алынған тәжірибені, ғасырлар бойы қалыптасқан ойларды, адамның ішкі жан дүниесін өзгертетін терең мағыналы нақылдарды тыңдайсыз. Дана сөз деген не? Дана сөз бұл жай сөйлем емес. Ол өмірдің сығыры, адамның көрген-білген тәжірибесі, қателігі мен жеңісінен туған қорытынды. Bir ауыз дана сөз кейде мыңдаған кітаптың мағынасын сыйдырып жатады. Адамдар ғасырлар бойы бір-біріне ақыл айтқан. Сол ақыл сөздер уақыт өте келе ақылға, өмірлік қағидаға айналған. Бүгінгі күні де сол сөздер өз құндылығын жоғалтқан жоқ. Керісінше, қазіргі заманда одан да маңызды бола түсті. Неге дана сөз маңызды? Адам күнде көптеген ақпарат алады. Бірақ оның бәрі есінде қалмайды. Ал жүрекке жеткен бір сөз ғана өмір бойы есте қалады. Дана сөз ойды өзгертеді. Көзқарасты ашады. Қиын сәтте күш береді. Қателікті түсінуге көмектеседі. Өмірге жаңа бағыт береді. Кейде адамға ұзақ түсіндірудің қажеті жоқ. Бір ғана дұрыс айтылған сөйлем бәрін түсіндіреді. Өмір және даналық. Өмір бұл тек қуаныш емес. Ол сынақ, қиындық, жеңіс, қателік және сабақ. Әр адам өз жолында түрлі жағдайға тап болады. Біреу бақыт іздейді, біреу тыныштық іздейді, біреу өзін түсінгісі келеді. Осындай кезде дана сөздер адамға бағыт беретін шам сияқты. Мысалы, қиындық келгенде адам әлсіреп қалуы мүмкін. Бірақ дана сөздер оны қайта көтереді. Бұл да өтеді деген қарапайым сөздің өзі үлкен күш береді. Bir ауыз сөздің күші. Адамның өмірін өзгерту үшін кейде ұзақ мотивациялық лекция қажет емес. Бір ғана сөйлем жеткілікті. Мысалы, өмір сенің ойының көрінісі. Сабыр түбі сары алтын. Бүгінгі әрекет ертеңгі тағдыр. Осындай сөздер адамды ойландырады. Ол өз өміріне басқаша қарай бастайды. Ойланудың маңызы. Қазіргі заманда адамдар өте тез өмір сүреді. Бірақ ойлануға уақыт аз. Ал шын мәнінде адамның өмірі оның ойынан басталады. Егер ой дұрыс болса, өмір де дұрыс болады. Дана сөздер адамды тоқтатып ойлануға мәжбүр етеді. Ол өзіне сұрақ қоя бастайды. Мен дұрыс жолдамын ба? Мен не істеп жүрмін? Менің мақсатым не? Осындай сұрақтар адамды өзгеріске әкеледі. Ішкі тыныштық және сөз. Кей адамдар байлық іздейді, кейбірі атақ іздейді, ал кейбірі жай ғана тыныштық іздейді. Дана сөздер ішкі тыныштық береді. Себебі ол адамның жан дүниесіне әсер етеді. Жүрек тынышталғанда ғана адам дұрыс шешім қабылдай алады. Өзгеріс қалай басталады? Өзгеріс әрқашан кішкентай нәрседен басталады. Bir ойдан, бір сөзден, бір шешімнен. Сіз бұл видеодан алған бір ғана сөзді өміріңізге енгізсеңіз, ол үлкен өзгеріске әкелуі мүмкін. Мысалы, теріс ойды тоқтату, сабырлы болу, кешіруді үйрену, алға ұмтылу. Даналық тәжірибенің нәтижесі. Даналық бір күнде келмейді. Ол жылдар бойы жиналған тәжірибенің нәтижесі. Қателіктер ұстаз. Қиындық сабақ. Жеңіс нәтиже. Сондықтан дана сөздер әрдайым шынайы болады. Себебі ол өмірдің өзінен алынған. Неге осы видеоны соңына дейін көру керек? Себебі әрбір сөз сізге әсер етуі мүмкін. Бір сөйлем сіздің ойыңызды өзгертуі мүмкін. Ал ой өзгерсе, өмір де өзгереді. Бұл видео сізге мотивация береді. Ой салады. Жүрекке әсер етеді. Өмірге жаңа көзқарас береді. Есіңізде болсын. Bir ауыз сөз кейде бір өмірді өзгертеді. Сондықтан әр сөзді бағалаңыз, әр ойды түсініңіз, әр сәттен сабақ алыңыз. Өмір қысқа, ал даналық мәңгі. Егер видео ұнаса, лайк басыңыз, каналға жазылыңыз, пікір қалдырыңыз.